Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге холестерин жайлы ақпарат бермекшімін. Жалпы холестерин дегеніміз ағзада маңызды рөлді атқаратын липид. Яғни ол жасушаның мембранасының құрылымына кіреді. Біріншіден, екіншіден ол өт қышқылдарының бөлінуіне әсер етеді, синтезделуіне, және де әртүрлі гормондардың бөлінуіне әсер етеді, және де витамин D3-дің да бөлінуіне осы холестерин әсер етеді. Жалпы холестерин ағзадағы мөлшері, яғни қандағы мөлшері биохимиялық анализ тапсырған кезде 5-5-ті құрайды, ал ең жоғарғы шекарасы 6-ны құрайды. Егер 6-тан жоғары болатын болса холестериннің мөлшері, онда гиперхолестеринемия деп атаймыз. Немесе оны диагноз қойған кезде дислепидемия деп диагноз қоямыз. Жалпы холестерин жоғарылауының себептері әртүрлі. Ең бірінші себебі ол тұқым қуалайтын себеп болып табылады. Яғни ағзадағы бір гормонның мутациясынан болады. Сол гормонның мутациясынан холестериннің мөлшері өте көп болады. Ол қалай көрінеді? Ол бала жас кезінен бастап көрінеді. Яғни ол әртүрлі ксантомалардың пайда болуымен, яғни ксантома дегеніміз буындардың бүгілетін бетінде сары түйіндердің пайда болуымен сипатталады. Яғни ол сол майлардың түйін болып жинақталуымен сипатталады. Және де қабақтың үстінде, жоғарғы қабақта сары түйіндердің жиналуымен де сипатталуына ксантилазма деп атайды. Міне сыртқы бейнесі осы болып табылады. Бұндай кезде егер туыстарыңызда, таныстарыңызда, немесе өздеріңізде осындай симптом болатын болса, міндетті түрде дәрігерге барып қаралыңыз. Биохимиялық анализ тапсырыңыздар, холестерин тапсырыңыздар. Және екінші бұның себебі жануар майларын аса тым қолдану болып табылады. Яғни бұны алиментарлы деп атайды. Және де әртүрлі гормоналды препараттарды қолданудың салдарынан да холестериннің мөлшері жоғарылайды. Және де әртүрлі жүйелі аурулар кезде, мысалы гломерулонефрит, ревматоидный артрит деген сынды жүйелі аурулар кезінде де холестериннің мөлшері жоғарылайды. Холестериннің мөлшері егер 6-тан жоғары болатын болса, сразу препараттарды бермейміз, дәрілік препараттарды, ары қарай тағы анализ тапсырғызамыз. Яғни біріншіден егер тұқым қуалайтын болатын болса, сол генетикалық тұрғыда анализ тапсырылады, ал егер тұқым қуаламайтын алиментарлы бір жүйелі ауру болатын болса, ары қарай ЛПФП анализдерін тапсырамыз. Яғни ол дегеніміз липопротеид төмен тығыздықта және липопротеид жоғары тығыздықта. Ол холестериннің ішіне кіретін екі липопротеид болып табылады. Міне соларға анализ тапсырамыз. Одан кейін ғана емдік іс-шаралар жасалады. Бұл кезде липопротеид төмен тығыздығы бізге өте қауіпті липопротеид, яғни холестерин болып табылады. Егер ағзада осы төмен тығыздықты липопротеид, яғни ЛПНП дейді, оны жоғарылайтын болса, онда ол үлкен тамырларда, яғни маңызы бар тамырларда сораға жиналатын болады, тамырлардың ішкі қабырғасына. Ал ол дегеніміз қан айналудың нашарлауына алып келеді. Егер де солай холестерин жоғарылап, липопротеидтердің, яғни төмен тығыздықты ЛПНП-лардың жоғарылауына әкелетін болса, онда ол атеросклероз деген ауруға алып келеді. Ал бұл атеросклероз дегеніміз жүрек қан тамыр жүйесі үшін өте қауіпті ауру болып табылады. Міне соның салдарынан инфаркт пайда болады, инсульт те соның салдарынан пайда болады. Сонымен қатар жүректің ишемиялық ауруы да осының салдарынан пайда болады. Сондықтан да жылына кем дегенде бір рет холестериннің мөлшерін тексеріп тұрғандарыңыз абзал. Енді гиперхолестеринемия кезде қандай ем қолданылады? Ең біріншіден ол жеп отқан тамағымызды дұрыстауымыз қажет, яғни диета ұстауымыз қажет. Әсіресе жануардың майларын шектен тыс қолданбау қажет. Екіншіден, арнайы осы холестериннің мөлшерін төмендететін препараттар бар. Олар статиндер деп аталады. Келесі видеомда осы статиндер туралы айтатын боламын. Сол препараттар беріледі. Үшінші кезекте осы тағы да холестериннің мөлшерін төмендететін фибраттар деген препараттар бар. Сол препараттар беріледі. Осылардың барлығын жүйелі түрде қабылдау арқылы қандағы холестериннің мөлшерін төмендетуге болады. Сонымен қатар физикалық жаттығуларды жасауымыз қажет. Неғұрлым энергия организмде көп жұмсалатын болса, соғұрлым артық майлар, сонымен қатар холестериннің мөлшері азаятын болады. Сонымен қатар бұл жерде темекі тарту, ішімдік ішу, сондай әдеттерден арылу қажет. Өйткені темекінің өзі қан тамырларының қабырғасын жұқарта береді. Яғни ол да холестериннің жиналуына әсер етеді.
егер видео пайдалы болған болса достарыңызбен бөлісіп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.